Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздермен көктемге арналған жеңіл салаттың түрімен бөлісетін боламын. Менің каналымды жоғалтпамас үшін каналыма тіркеліп кетіңіз. Алда көптеген дәмді рецепттер болады. Алдымен редискамызды дәл осы видеодағыдай жіңішкелеп турап аламыз. Міне редискамызды турап болдық. Енді біз ыдысымызға салып, бізге осындай үлкен көлемде қияр қажет болады. Қиярымызды да дәл редиска сияқты жіңішке етіп турап аламыз. Қиярымызды турап болдық. Енді ыдысымызға салып аламыз. Және бізге орташа үлкендіктегі осындай қызанақ керек болады. Қызанағымызды 4 бөлікке бөліп, ортасындағы жұмсақ жерін алып тастаймыз. Және солонка ретінде турап аламыз. Мені қай мемлекеттен және қай қаладан көріп отырғандарыңызды астына пікір бөліміне қалдырып кетіңіздер. Мен көрген бойда міндетті түрде сіздерге жауап қайтаратын боламын. Және қазақша каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосып отырыңыздар. Қиярымызды турап болдық, ыдысымызға салып аламыз. Енді бізге осындай айсберг жапырақтары керек болады. Айсберг жапырақтарымызды солонка ретінде турап аламыз. Айсберг жапырақтарымызды турап болдық. Туралған айсбергтерімізді ыдысымызға салып аламыз. Енді бізге көк жуа, укроп, кинза керек болады. Дәл видеодағыдай майдалап турап аламыз. Міне аскөктерімізді де турап болдық. Енді біз дәміне қарай шым-шым тұз саламыз. Және күнбағыс майын, бальзамический уксус немесе қарапайым уксустың 5 мг-ның жартысын салатын боламыз. Салатымызды жақсылап араластырып аламыз. Міне біздің салатымыз дайын болды. Көктемге өте керемет жасалуы оңай, қарапайым заттардан жасалынатын салаттың бірі. Жасап көріңіздер, өте керемет болып шығады. Және менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Алда сіздермен көптеген пайдалы рецептермен бөлісетін боламын. Сіздермен болған Динара ас болсын.